Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайық. Содан Шыңғыс хан тарихын зерттеуді жалғастырамыз. Жалпы өздеріңізге айтқам, Шыңғыс хан тарихымен айналысқан міне 16 жылдан бері почти 11 жыл болады. Енді сол 11 жыл бойы ізденіс барысында көптеген деректер табыла береді. Сондай бір дерек таптым, жаңа бір дерек таптым. Бұл Google Books'тан табылды. Google Books деген әлемдегі ең ірі цифрланған орта ғасырлық жаңағы 20 ғасыр бертінгі 19-18 ғасырда жазылған әдебиеттердің қоры. Оның үшін не іздесеңіздер барлығын табасыздар. Тек қана ағылшын тілін жақсы меңгерсеңіздер болды. Ал егер ағылшын тілін меңгермеген болсаңыз, онда сіз онда орысша сөздерді ағылшын тіліне аударып, сол арқылы іздеп, содан кейін ол кітапты тауып алып, PDF форматтан қайтадан цифрлавать етіп, танитын етіп, yani Google барлық танитын етіп тексті сосын аударып оқуға болады. Өз басым солай жұмыс істеймін, бірақ мен искусственный интеллект пайдаланамын. Искусственный интеллект тамаша аударады. Қазақ тіліне аударуға болатын еді, қазақ тілінің тілдік қоры өте аз болғандықтан, жаңағы ағылшын тіліне байланысты ол кемде енді кемшілігі бар оның. Сондықтан да ең бірінші оны орыс тіліне аударып, сосын орыс тілінен қазақша аударған жөн. Сол секілді бір әдебиет, ол 1851 жылы Америка Құрама Штаттарының Массачусетс университетінде жазылған кітап. Бұл кітапта мен сіздерге алдағы видеода екі дерек көрсеткем. Бірінші дерек ол гиксоктар туралы. Гиксоктардың ежелгі көне Андронов тайп несі дейді ғой, мәдениет дейді ғой, ол 4000 жыл, 3500 жыл бұрынғы халық екендігін және скифтар екендігін, скиф татарлар екендігін дәлелдейтін фактын осы кітаптан көрсеткем сіздерге. Яғни гиксок деген ол көне түркілер, ежелгі. Тіпті түркі деген сөз шығудан бұрынғы халық. Түркі деген сөз негізінде ол бертін шыққан, ол темір дәуіріне шыққан. Темір дәуірі ол алғашқы 3000 жылдық дейді, яғни ол 2800 жыл, 2700 жыл бұрынғы шыққан сөз болу керек. Енді аңызға сенсек, себебі түркі деген сөз негізінде ежелгі Қытай дейді. Енді кім білсін, мүмкін түріктердің өздері солардың тілінде Токио деген сөз. Токио деген ол темір дуылға киген адам деген сөз. Яғни ең алғашқы болып темірден сауыт құрсанған түркі баласы болғандықтан, және солардың патшасының дуылғасы темір болғандықтан, оны Токио деген, содан Токиодан түркі болып шыққан. Қытайлардың тілі келмейді, ырыға. Мүмкін сол халықтың сөзін, түркі деген сөзін өздерің ғайлап жазған болу керек. Жалпы негізгі дерек көзі сол Қытай әдебиеттерінен, тарихи ежелгі әдебиеттерінен. Содан біз түрік баласы деп кеткенбіз. 3000 жыл, 2700-2800 жыл бұрынғы халықты. Ал одан арғы халықты Андроновтар мәдениет деп атайды ғылымда. Андронов деген ол негізінде ауылдың аты, сол ауылдың тұсынан табылған ғой. Алғашқы жаңағы адамдардың сүйегі 4000 жыл бұрын өмір сүрген сүйектер. Содан ол Андронов деп аталып кеткен. Әйтпесе бертін оны қазақтардың ғалымдары Бегазы Дандыбай мәдениеті деп атайды. Осыны біліп алыңыздар. Ал халықаралық түрде ол енді орыстың сөзімен жаңағы Андронов мәдениет деп еніп кетті. Бұл енді өте көне түріктер заманы. Сол жаңағы өте түріктер заманында, яғни гиксок атауымен олар Египет жерін барып, Мысыр жерін бәрі талқандап отыр. Жаңағы перғауындарды. Яғни бұл Мұса пайғамбар заманы. Мұса пайғамбар как раз 3,5 жыл бұрын өмір сүрген, ал гиксоктар барып 3,5 жыл бұрын барып жаңағы перғауындар талқандап отыр. Неге екенін білмеймін, такое совпадение есть. Ал сонымен қатар осы кітаптан жаңағы 1851 жылы жазылған кітапты Массачусетс университетінде, бұл энциклопедия, бұл Америка Құрама Штаттарының конгрессімен рұқсат етілген энциклопедия. Ішіндегі әрбір деректің бәрі дәлелденген, тап-тұйнақтай жазылған. Енді осы кітапты мен сіздерге кеше жүктедім, кешіресіздер, алдыңғы күні жүктедім. Парфия дегендер скиф сақтар екенін тағы дәлелдейтін видео жүктедім. Парфия скиф сақтар екендігін, Парфия мемлекеті скиф және сақтардың, татарлардың мемлекеті екендігін ешкім жазбайтын. Ешбір Европа, ешбір орыс әдебиеті жазбайтын. Бұны ағылшындар және американдықтар 19 ғасырда жазыпты. Және осы кітапта онда қысқаша айттым сіздерге. Жаңағы әйгілі Тезек батыр, сол 2050 бізден санағанда 2070 жыл бұрын. Ал енді Иса пайғамбарды бұрын санаған кезде 53 жыл бұрын
туғаннан 53 бұрын Иса пайғамбардан үлкен римдіктермен шайқас болған. Жаңа Тезек батыр 7000 әскермен Римнің әйгілі Крас қолбасшысын тасталған екен. Крас деген ол Спартақтың құлдар көтерілісін аяусыз жаншып Спартакты өлтірген қолбасшы Римнің. Соны жаңағы қазақтың ата бабалары өлтіріп отыр, сол жеңіп отыр. Олар бері қарай жорық жасаған ғой, енді мына Түркмен жерін, Иран жерін түркілерге қарап тұрып, жаңағы скифтарға соның бәрін басып алмақшы болып келген. Ал жалпы сол ғасырларда скифтардың жері анау Сирия, Ливияға дейін жеткен екен. Сондықтан да болар, мен сіздерге естеріңізде болса айтып едім ғой, Иса пайғамбардың анасы Мәриям ол Оғыз қолбасшысының ұлы деп. Оғыз деген негізінде скиф, сақ, соның қолбасшысы ол деп көрдіңіз. Соның барлығы және осы кітап дәлелдеп отыр. Яғни скифтардың жаңағы Тартария немесе татар деген атауымен сонау Сирия, Ливия, Иран жерін Египетқа дейін алып жатқандығын сол ғасырларда 2000 жыл бұрын. Бұл да тоже бір зерттелмеген, айтылмайтын тарих. Міне осы деректе, осы кітапта жазылған 1851 жылы. Енді осы кітапта Шыңғысхан тарихын қатысты маңызды бір дерек бар. Ол Шыңғысханды осы Гудрич және осы энциклопедияны жазып отырған. Энциклопедияның толық атауын тағы айтып өтейін. Ол қазақша барлық халықтардың тарихы ежелгі дәуірден қазіргі күнге дейін деп аталады. Авторы Гудрич 1851 жылы басып шығарылған. Оны басып шығарғандар Джон Дерби және Миллер деген адамдар. Мұқабасын міне көресіздер, өздеріңіз интернеттен тауып оқуға болады, және Google Books'тан оны тауып алып, жаңағы жоғарыда айтқандай искусственный интеллект көмегімен кітап беттерін оқуға болады. Болмаса телефонға түсіресіздер, телефон орысша аударып береді, бірақ Google-ті сапасыздау, ал искусственный интеллекттікі ол енді өте сапалы. ChatGPT-міз басқа программа таза сол аудармамен айналысатын. Міне осы кітапта Шыңғысханның суреті бейнеленген. Ол Шыңғысхан суретін көрген кезде тәңіршілер және басқа енді ислам десе дорбасына шоқ түскенде, бұтына секіретін азаматтарға енді қатты тиеді. Осы суретте, жаңа осы кітаптың ішінде Шыңғысхан суреті бар. Ол кәдімгідей сәлде оралған мұсылман етіліп қойған екен. Не істейсіздер, ол тарих солай. Бірақ ол кісі шындығын айту керек, ол мұсылман болмаған. Бірақ ағылшындар оны мұсылман етіп қабылдаған, не екені белгісіз, жаңа осы кітаптың бәрін жазған. Міне осы кітапта жазылады моңғолдар дейді, яғни моғолдар дейді, анау ежелгі скиф татарлардың бір тайпасы деп жазады. Көрдіңіз бе? Татар деген ол түрік деген сөз, скиф деген оғыз деген сөз. 2000 жыл бұрынғы біздің сақ скиф деп жүргендеріміз барлығы оғыз және ішкі оғыз деп екіге бөлінген. Ішкі оғыз деген сіздерге алдыңғы бір видеоларда айтқам, Ұлытаудан шығысқа қарайғы жердің бәрі ішкі оғыз болғанда, ал арқаның бәрі, арқаның қазағы түгелі оғыз деп аталған. Оның ішіне тіпті анау болған ар жағына халықтар да кірген, ноғайлар кірген, башқұрттар, олар оғыздар түгелі. Түркмендер бар, оғыздар түгелі, әзірбайжандар, бауырлар, оғыздар. Ал ішкі оғыздар деген мына Ұлытаудан бері қарай ма, шығыс Қазақстан, оңтүстік шығыс Қазақстан жері, шығыс Түркістан жерінің халықтарының ішкі оғыздар деген екеуі де ғаламат батырлар болған. Мына ғұн тарихы жалпы ол оғыздардың тарихы, ал Шыңғысханның тарихы ол ішкі оғыздар тарихы. Ал сонымен қатар Сянби тарихы деген бар. Жаңағы скиф татарлар Сирия, Ливия жерін 2000 жыл бұрын алды деп отырдық қой. Солардың аты ішкі оғыз болған. Олар да ішкі оғыз. Яғни бір сілем, бір тарих, бір халық. Тек қана біреу арқаны мекен дегендіктен жазық далаларды түгел оғыз аталғанда, ал біреу ішкі оғыз деген таулы Алтай, Алатау бөктерін мекен дегендіктен олар ішкі оғыз аталған. Содан осы кітаптың ішінде Бату хандар зеңбірек қолданғаны пайдаланады. Зеңбіректің барлығын өзеннен өткізгендігі туралы жазылады. Қазір көрсетем, бәрін өздеріңіз көріп отырасыздар. Ал негізінде зеңбірек бар ғой, европалықтар біз шығардық дейді, негізінде қолданып дейді. Негізінде олай емес. Ең бірінші зеңбірек ол 1126 жылы тіпті Шыңғысхан жорығынан бұрын Цзин патшалығы пайдаланған. Яғни Шыңғысхан тарихында ол Алтан хан патшалығы, яғни және Шыңғысхандар бағынып тұрған патшалық. Олар мәнжүрлердің ата бабасы, бір аттары олардың Жужайн. Жужайн деген негізінде түріктер, негізінде мәнжүрлер, олар көне түріктер, бірақ сол қиыр шығысқа кетіп мүлдем басқа халық болып кеткен. Олардың тілі бөлек,
жазуы бөлек, мінез құлықтары бөлек болып кеткен. Өйткені ол түркілер мен және тибет халықтарының аралас халқы дейді. Сондықтан да олар жаңағы айтқан кезде түрі қазаққа ұқсағанмен поведениелері қазаққа ұқсамайды. Енді Қытайдың азаматтарының айтуы бойынша. Енді ең көне зеңбіректі, мысалы үшін, сол Маньчжурия жақтан Хэйхунцзян деген жерден 1288 жылы құйылған, салмағы 3,5 килограмм, ұзындығы 34 сантиметрлік, фотосын көріп отырсыздар, сантиметрлік зеңбірек табылған. Көрдіңіздер ме? Бұл қол зеңбірек, бұл Құбылай ханның әскеріне тиесілі. Бұл Бан Лачинцы деген жерде соғыс болған екен, 1287-1288 жыл. Сол соғыстан қолданылған чүжірендік жаңағы зеңбірек деп жазыпты тарихшылар. Енді бұдан басқа тағы айта кететін нәрсе, Увей зеңбірегі табылған. Оның салмағы қазір айтам, 108 килограмм, диаметрі 12 сантиметр болған, яғни оңғысының ұзындығы 1 метр. Кәдімгі зеңбірек, көрдіңіздер ме? Яғни Бату хандар және Құбылай хандарға зеңбірек деген таңсық болмаған. Өздеріңіз білесіздер, Қарадәрі 9 ғасырда Қытайда шыққан. Бір деректен оқым, Қарадәрі зеңбіректің барлығын жасап жүрген, негізінде сол жаққа қытайланған түркілер деп. Өйткені түркілер тек қана жаулауды, шабуды ғана білген ғой. Әскери халық. Соларға бейбіт халықтарға ондай нәрсе тән емес. Өйткені бейбіт халықтарға зеңбірек жаңағы жарылғыш заттар өзі тиімсіз болған. Себебі ол тарап бітсе, олардың жаңағы цивилизациясы, яғни жаңағы қалалары бәрі қиратындығын білген, сондықтан көп таратпаған. Бірақ оны дүние жүзіне бәрін таратып алып шыққан біздің түркі бабалар. Өйткені оларға жан-жақтағы жаулардың бәрін қирату қажет болды. Себебі Шыңғыс хан заманында да, мысалы үшін, мына жақтан, оңтүстік шығыс жақтан Аббасидтер халифаты, яғни Хорезм арқылы, шығыс жақтан жаңағы Алтын хан, Цзинь патшалығы, мына батыс жақтан, солтүстік батыс жақтан Европа жұрты түркі даласын былай жаншып келе жатқан жан-жақтан. Мына жақтан христиандар, оңтүстіктен жаңағы мұсылманды идеология айландырған, қаруға айландырған зұлым адамдар, сосын кейін шығыстан қытайланған түркілер, солар жаншып келе жатқан. Сол сәтте Шыңғыс хан шығып отыр ғой. Шыңғыс хан негізінде түркі әлемінің құтқарушысы, орысша айтқанда спаситель тюркского мира. Ол жағыз қазақтардың ғана емес мәдениетін, сонымен қатар башқұрт, ноғай дейме, түркі бауырлары, Турция жақта барлығын бәрін құтқарған адам сол Шыңғыс ханның өзі және ұрпақтары. Егер ол кісі пайда болмаса, дүние жүзі 1500 жылдарына уже құлдық жүйе орнап, бәрі адамзаттың бәрі өздері құл болмай жүрген білмеуші еді. Енді қазіргі күні сол жүйе қайтадан келе жатыр да, бүкіл адамзаттың баласы құлдық жүйені танымайды, яғни өздері құлдық жүйеде жүр. Бәрі азатпыз деп ойлайды, бірақ шындығында азат емес. Барлығы ақшаға бағынған, барлығы фейк шарттарға бағынған, барлығы жаңағы кәсіпкерлердің, саудагерлердің мүдде үшін орындалған заңдарға бағынған. Көрдіңіздер ме? Күндердің күнде бұның барлығы отформатированияға келеді. Оны отформатировать жасайтын тағы бір адамдар пайда болады. Анық. И ол әрине барлығы Алланың әмірімен болады. Өйткені Құранда жазылған, Алла тағала мен адамдардың эволюциясымен, дамуымен, иман берумен айналысатын менмін. А сен, Мұхаммед пайғамбар, тек қана хабардар ету үшін деп жазылған Құранда. Бұның сөзінің бірде-бір өтірігі жоқ. Любой иманнан сұрасаңыздар айтып береді. Мұхаммед пайғамбар тек қана хабардар етуші. Бір Алла бар, баяғы. Ол адам емес, баяғы. Сверхсущество. Видеоны таратып отырыңыздар, бөлісіп отырыңыздар. Видео ұзақ болды. Енді осы видеоның ең соңына дейін көрген кісі, ол тегін адам емес деп ойлаймын. Манипуляция емес, шын ниетмен айтып отырмын. 100 адам болсын, осы видеоның соңына дейін көрсе, мысалы үшін 200 адам болсын, ол жай адамдар емес деген сөз. Мұнда білімдерді тек қана сіздерді мақтап, көтендерде жел беріп отырған жоқпын. Бұл дарынды адамдарға арналған әңгіме. Рахмет.